Birinchi sazan. Көкжейде деген ауылдың мешітіне келіп тұрмын. Ешкім жоқ. Ауыл өзі аккуратный екен. Ана жерде не салып жатыр екен, детский площадкалар үлкен екен. Бірақ мешіт балаларын сұрасам, постоянно жабық тұр дейді. Анда-санда ашады дейді. Так, мынау шлагбаум 10 мың теңгелік өту. Бірақ балалар осы жерден ұстапты. 30 шақты заңбалық ұстап дейді. Мен осы жерге бұйыртса орналасайын деп жатырмын. Машинаны қойып қояйын бұйыртса. Балықтар ойнап жатыр енді тарсылдап тұрып. Мынау менің спальням. Так, осы жерде жатамыз. Машина артында смело жата болады. Бір балық алынды. Шығарамыз кетсе. Мен судағым үшті. 20-дан асып кетті ойын балық. Көкжейде ғой, Көкжейдегі ауылға келдім. Осы жерде қанша адамдар өтті, бәрін айтып жатыр. Мен балықтарым бар еді. Бір сутка морозилка салсаңдар қанша болады десем. Мына кісімен жолығып қалдым. Атың кім болады, бауырым? Мирас. Қай жүрсің? Далайыр. Тегін, аға, тегін қойып беремін морозиліңізге. Балықты беріп жатырмын. Біздің балығымыз сазаны бар, кішігірім сомик бар. Негізі ақша берем деп тұрмын ғой, негізі 5000 теңге берем деп тұрмын. Бұл кісі алмайым дейді. Алла разы болсын. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Сомик салып тұр, сомик. Енді дауыс шығып жатыр жігіттер. Шакалдар қойды. Алматыдан бір 300 километрдей расстоянда жүрмін қазір. Бір жерге келдім, поля жүріп, біраз жер жүріп, бір судың жанына келдім. Ешкім жоқ. Біздің балықтар. Ауылда бәрі осындай мотоциклмен жүреді екен. Малды да осындай мотоциклмен бағады. Бәрі мотоциклмен жүр ғой. Ассалаумалейкум, Мирас бауырым. Келіп қалдық, біздің балығымыз мына замороженный. Алла разы болсын бауырым. Осы жігітке рахмет. Машинам отырып қалған кезде аккумулятор көмектесіп жерге зарядтап. Үнде балалармен балық қуырысып, өте қатты көмек тиді. Чисто жігітше қонақ күткендей болдық. Рахмет бауырым. Не үшін негізі алмайтын адам келді? Басқалар бар, өйткен жоқ та. Біз ақша сұрады. Бір ақшасын беруге дайын едім да. Бұл күнде бізге де түседі ғой. Мирас бауырым, машинаңыз жуып берейін дейді. Ай, молодец жігіт. Бұндай жігіттер редко кездестіресің. Аллах кездестіріп қойды. Айтып мен Алматы келіп жатсаң, маған обязательно жоқ деп. Түрімді көрсетпей ақ қойын, түрім